Үш ай атлас бұл не? Қарапайым комета ма, әлде шынымен де келе жатқан НЛО ма? Қане, бірге анықтап көрейік. Бұл нысан 2025 жылдың шілде айында алғаш рет байқалды. Содан бері ол күннен алыста емес, біздің күн жүйесіне кіріп, бізге жақындап келеді. НАСА оның қозғалыс траекториясын есептеп, арнайы схема жариялады. Атлас бір ғана бағытпен шұбайды. Ол Меркурий, Венера, Жер, Марс маңынан өте отырып, тура бір тыңшы секілді күн жүйесін шолып өтуде. Қимылы өте өзгеше. Кәдімгі кометалар сияқты эллипстік орбитада емес, тура жолмен кіріп, тура жолмен шығып барады. Сол себепті көп адам бұл арнайы басқарылатын нысан шығар деп күдіктенуде. Гарвард профессоры Ави Лёб те мүмкін бұл табиғи дене емес, жасанды нысан болуы мүмкін деген пікір білдірді. Бірақ ғылым дәлелсіз еш нәрсені қабылдамайды. Сондықтан әзірге бұл жай теория. Марс жанынан өткен сәтінде біз оны Perseverance ровері және орбитадағы аппараттар арқылы түсірдік. Бірақ өкінішке қарай суреттердің сапасы өте төмен болды. Анық ештеңе көрінбейді. Дегенмен оның шынымен нақты дене екені дәлелденді. Қазір 3 ай атлас Юпитерге қарай жол тартып барады. Ал біз Юпитердің орбитасында тұрған Juno аппараты мен басқа да құрылғылардан жаңа мәлімет күтіп отырмыз. Мүмкін көп ұзамай ең анық суреттер дәл сол жақтан келетін шығар. Бұл нысан комета ма әлде шынымен де жұмбақ қонақ па, оны уақыт көрсетеді. Бірақ бір нәрсе анық, біз тарихтағы 3-ші жұлдызаралық денені бақылап отырмыз. Kazix Space, бізбен бірге болыңыздар.